ендеше балалар, сабағымызды ізгі тілек әдісімен бастайық. Мен табиғатқа қамқор боламын. Мен табиғатты қатты жақсы көремін. Күн келген нұрын көреді. Жақсы. Ендеше шарттық шеңберімізді айтайық. Қазақ табиғаттың бір бөлшегі, көк аспан шаңырақ қой еңселі. Бір шаңырақ астында аң менен құс, мейіріммен қамқор болар тек адамзат. Жарайсыңдар балалар. Сендердің мейірімділіктеріңнің арқасында бізді қоршаған ортамыз, бізді қоршаған табиғат аман болады, қорғауда болады, иә балалар? Жақсы. Ендеше мұқият тақтаға қарай, рандом әдісі бойынша топқа бөліп отыра қалайық. Топқа бөліндік қой, иә? Жарайсыңдар. Енді айта қойыңдаршы балалар. Жаңа біз шаттық шеңберде көк аспанды неге теңедік? Шаңыраққа теңедік, иә? Шаңырақ дегеніміз не ол? Кім деді шаңырақ туралы? Айбек айта ғой. Шаңырақ дегеніміз киіздің бір бөлшегі. Дұрыс па? Шаңырақ деген киіздің бір бөлшегі. Киіз дегеніміз біздің ежелгі ата-бабаларымыз баспана болып тұрған үй. Қазіргі тілмен айтқанда үй. Біздің өзіміздің ұлттық құндылығымызды насихаттау барысында балалар, сіздер бүгіннен бастап қазақ үйді қалай құруды үйренетін боламыз. Үйрендік па? Ендеше сіздер киіз әдісі бойынша сұрақтарға жауап беріп, сабақтарды бекітіп, жаңа сабақтар шәңген киіз әдісі бойынша. Сіздерге берілген сұрақтар. Бірінші сұрақ, етістік дегеніміз не? Досжан айта ғой. Етістік дегеніміз заттың қимыл іс-әрекетін білдіретін сөздерде етістік дейміз. Дұрыс па балалар? Ал Досжанның жауабына дұрыс болса сурет шығады, кәне көрейік. Балалар? Бұл не балалар? Босаға. Егер біз болашақта киізге құратын болсақ, бірінші есікті тұрғызып босағадан бастаймыз. Келесі сұрақ. Етістік қандай сұрақтарға жауап береді? Гүлім айта ғой. Дұрыс па? Бағалаймыз. Кәне, гүлімге не шығады екен? Кереге. Кереге. Дұрыс айтасыздар, кереге. Кереге кең болсын деген нақыл сөз бар, иә балалар? Және есікке керегені біріктіріп бекітеміз. Келесі. Етістік неше түрге бөлінеді? Қайтып жауап берген жоқ. Айта ғой. Дұрыс па? Асықпай жауап береміз, ал ненің суреті шықты? Дұрыс айтасыңдар. Және керегеге жіп арқылы бекітіледі, иә? Ұзынша таяқша. Жарайсыңдар. Соңғы сұрақ. Етістік дара етістікке, иә? Күрделі етістікке айналдырайық. Шырылдады деген дара етістікті күрделіге айналдырайық. Нұрали. Шырылдап жүр. Дұрыс па? Иә. Қандай ақпаратпен танысты? Сын есім. Біз бірінші сыныпта сын есімді өткенбіз балалар. Бүгінгі жаңа сабағымызда осы сын есімді ары қарай білімімізді дамытып тереңдетеміз, иә балалар? Сын есім дегеніміз не екен сонымен балалар? Кәне кім айтады? Иә. Нұржан айта ғой. Сын сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атаймыз. Жақсы. Тағы кім айтады? Топтан кім айтады? Иә. Әнен айта ғой. Дауысы қатты шығар, иә? Сын есім. Заттың түрін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Жақсы. Шықтан кім айтады екен кәне? Айеке. Заттың түсін, түрін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Жақсы. Сонымен сын есім қандай сұрақтарға жауап беретін болды? Ясина, қандай сұрақтарға жауап береді?
тамаша. Дұрыс айтасыңдар. Сын есім екенін біз қайдан анықтаймыз? Иә, түрінен, түсінен, пішінінен, сапасынан біз сын есімді анықтайды екенбіз. Ендеше балалар оқулықтарыңызды аша қойыңыздар. 52-ші, 51-ші, 52-ші және 54-ші жаттауға көңіл бөліңіз. Балалар, сіздерге қазір уақыттарыңызды алмай, тез топқа бөліп берейін. Бірінші топ. Сіздер 51-ші жаттауды орындайсыздар. Нақты барлығын оқып танысасыңдар. Аша қойыңыздар. Сұраққа толық жауап береміз. Және қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтаймыз. Сын есімді. Сіздер 52-ші жаттығу, иә? Немесі балы? Жұмбақты. Жұмбақты толық оқимыз. Сұраққа жауап береміз. Жұмбақтың шешуін табамыз. Сын есімді анықтаймыз. Бір оқушы ақылдасып орталарынан біреуін шығарды, тақтаға жазасың. Сіздер 54-ші жаттығу, иә сіздерге? Сіздерге не беріп тұр? Қараймыз оқулықтарға. Не беріп тұр? Жаңылтпаш беріп тұр. Міне жаңылтпаш. Осы жаңылтпашта қандай өзгешелік бар? Не туралы айтылған анықтап маған бересіздер. Жақсы ма? Міне бізде 51-ші жаттығу. Сіздер дайынсыздар, иә? Тамаша. Ал, оқиық. Ірі жын бар. Оның мүйізі жіңішке талшықтардан құралған. Алайда мүйіз тұмсық күндіз суап жатады да айбарлы дыбыс шығарады. Ал түнде жайлауға шығады. Жақсы, бұл не балы? Бұл мүйіз тұмсық. Жоқ, бұл не? Мәтін, иә? Мәтінге алып қойылып бар? Қандай алып қойылып? Мүйіз тұмсық деп қойдық, иә? Жақсы. Қандай сын есімдер беріп тұратындаршы? Қарамен жазған сөз. Ірі, жіңішке, айбарлы. Ірі, жіңішке, айбарлы. Сұрақ қояқшы, қандай? Қандай? Ірі, қандай? Жіңішке, қандай? Айбарлы. Ендеше, дәл сол сын есім қай басқа сөздермен байланысып тұрғанын анықтау үшін араларды гүлдерге қондырасыздар. Қайда дайындаламыз? Иә, кім дайын? Нұрайда, кет. Бірінші сын есімді тап. Оқы. Қандай? Несі? Денесі. Иә, сонымен байланысты. Денесі деген қай сөз табы? Денесі затысы. Жақсы. Дошта. Иә? Сұрақ қой. Қандай? Жақсы. Қай сөзбен байланысты? Несі жіңішке? Мүйізі жіңішке. Жақсы. Мүйіз деген қандай сөз табы? Жақсы. Жақсы. Сіздер дайын кезде кім жазатын болды тақтаға сіздерде? Ясина. Ясина кел. Сен жаза бер. Ал кім оқып береді? Кім оқып береді? Ал Нұрлыжан оқы. Жақсы. Бұның жауабы не айтты? Бұның жауабы не? Не? Таусылмашы, е? Қарбыз, дұрыс айтасың, қарбыз. Ал, жақсы. Ішіндегі сын есімді тауып бере қойшы маған. Айбек, сен тауып берші сын есімді. Жұмбақтың ішіндегі сын есімді. Қандай жұмсақ. Иә. Қандай тәтті. Иә. Қандай Жақсы, жарайсың. Ендеше баламен қолда алдарында не тұр? Иә? Күншуақ әдісі бойынша қарбызға сипаттама бере бер. Жақсы, қазір қойғайсың. Ясинаны жазатқана көңіл бөлдің бала. Сендер болыңдар ма тапсыр баларыңды? Жақсы. Сұрақ қой. Жақсы. Мына бар ма? Жақсы. Тағы бар ма? Ясинаны жауабы дұрыс па? Иә. Қандай? Қандай тәтті. Қандай
қандай жұмсақ. Жақсы. Қабылдаймыз ба балалар? Иә. Жақсы, қане? Жақсы. Ал. Сіздерге қандай тапсырма берілді? Иә. 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 Айтылуымен жазылған, иә? Жақсы. Қане? Оқып бере қойшы. Ал, бірге айтамыз, дауыстарын шығарда шығаршы. Қандай қатесі бар енді? Сендер айтып тұрсыңдар. Соқ деген ұлда оның орнына ұл жазу керек. Соқ деп жазылған орнына алып жазу керек. Жақсы, жарайсыңдар. Отырған алыңдар да жазыңдар. Алып жазыңдар. Жаттығу? 55-ші жаттығу. Қане бәріміз оқулыққа қарайықшы. 55-ші жаттығуда не туралы? Онжық пен аю дейді. Ал суретке қараңдар. Біз мына оқиғаны 3 шақырда, жәнеге 3 түрде сіздер маған ұжымдық жұмысты топтап бересіздер. Яғни бірінші топ, сіздер аю туралы сипаттап жазып бересіздер. Оны қайда тіршілік ететіні, түстері қандай болатыны, немен қоректенетінін толық сипаттап бересіздер. Сіздер мәтін туралы жазасыздар. Мәтін туралы жазасыздар. Шездетіңдер. Ал сендер балалар, рөлге бөліп ойнайсыңдар, дайындалыңдар. Міне, аю кейіпкерлері аю және қонжық қой. Өз араларынан бір балаларды шығарды, ақылдасып қыздарыңдар, кәне бірге қандай сөз айтатындарыңдар, сұрастырыңдар. Дайындал, жаттыңдар. 5 минут уақыт береді. Жақсы, бізде 3-ші топ дайынбыз дейді. Олар өздеріне берілген тапсырманы орындағанша басқамыз дайындала береміз, иә? Келе алыңдар. Кім шықты? Қыздар кімдер шықты? Нұржан мен Нұрайым дейді. Ал жақсы. Бала суға түсіп келейін. Міне су. Мен түспеймін. Тоқта бала, суға түскен пайдалы. Денсаулығым бозынды болады. Мен жүзе алмаймын ғой. Мен саған үйретемін. Тамаша. Рахмет, әкеші мен жүзіп ерген уақым. Міне балалар, бағалай. Тез. Жақсы. Өте жақсы балалар, иә? Біреуге жақсы, бірінші топ дайынбыз дейді. Кәне, келе алыңдар. Аю, ақпын бір болады. Бұл қандағымыз еді. Ол балмен балын беріп қоректенеді. Оның жыры жұмсақ болады. Аю туралы көп мәлімет берекеміз, иә балалар? Жақсы бағалаймыз. Қоя қойыңдар. Жақсы. Топ шыққан болды. Кәне 3-ші топта. Иә? Сіздердің тапсырмаларыңыз қандай еді? Мәтін туралы, иә? Жақсы. Кәне. Ай, ортаға қарай. Балалар көретін болсын. Аю мен қонжық бір күні аю мен қонжық болды. Олар көлге келеді. Қонжық жүзуді білмейді екен. Аю қонжыққа жүзуді үйретеді. Одан кейін олар бақытты өмір сүреді. Жақсы. Өте тамаша, иә балалар? Сурет бойынша әңгіме құрап берді. Бағалаймыз ба? Жақсы.
Бүгінгі сабақтан қандай тәлім тәрбие алдық? Не үйрендік? Нұржан? Сын есім туралы мәлімет алдық. Жақсы, тағы ерке. Жақсы, тағы әлбек. Дұрыс айтасыңдар балалар. Қоршаған ортаны қорғауды үйреніп. Міне балалар, бізде мынау қоршаған үй. Бұл қоршаған үй бәрімізге ортақ, иә? Балалар, біз бүгін үй тұмсық туралы мәлімет білдік. Дұрыс па? Иә. Жақсы. Міне үй тұрғыздық. Және аюдың да тіршілігімен таныстық. Дұрыс па балалар? Иә. Жақсы. Бізді қоршаған орта міне балалар осы. Ал күнделікті өмірде сын есімді оның қандай сұраққа жауап беретіндігін біз үнемі біліп жүретін боламыз, иә? Сіздердің бүгін қандай білім алғандарыңызды анықтау үшін барлықтарыңыздың алдарыңызда мынандай тест сұраққа алдарына алыңыздар да тектеріңізді жазыңыздар, аты жөндеріңізді жазыңыздар. Міне бала зоқтардікі шықты, 5 сұрақтың 3-еуіне жауап берген екен. Ал енді мен сендерді жалпы сыныпта қаншалық дайын екендеріңді міне барлығы шықты. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ сіздердің